Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода асқабақтан бет теріңізге арналған маскалар жасауды айтатын боламын. Теріңіз қандай типте болмасын, асқабақ сізге өте жақсы көмектеседі. Өйткені асқабақтың құрамы сұлулық пен жастық дәрумендерге толы. Асқабақтан маска жасасаңыз, сіздің теріңіз қандай типте болса да жағымсыз түсі байқалмайды. Ең негізгі екі дәрумен, біріншісі Е дәрумені терінің жастық қалпын сақтауға үлес қосса, екіншісі Т дәрумені өлі тері жасушаларының уақытылы жаңарып отыруына жауапты. Ал біз айтып отырған асқабақтың құрамында осы екі дәрумен өте мол кездеседі. Сондықтан асқабақтан ағза үшін дұрыс тамақтану ғана емес, косметикалық мақсатта да сұлулыққа үлес қосу үшін де жиі пайдаланған дұрыс. Масканы бетіңізге жағардан алдын теріңізге ұсақ тесіктер ашылып, пайдалы дәрумендер сіңуі үшін бір мезгіл бетіңізге жылы суға малынған сүлгі қойып жатыңыз. 2 ас қасық қайнатылған асқабақты езіп, үстіне бір дана жұмыртқаның сарыуызын және 1 шай қасық бал қосыңыз. Барлығын араластырып, жылы күйінде бетіңізге жағыңыз. 10-15 минуттан соң жуып тастаңыз. Жүзіңіздің жасарып, балғын теріге қол жеткізгендігіңізді байқайсыз. Ал құрғақ тері үшін үкіштен өткізілген асқабақтың 1 ас қасығына 2 ас қасық қайнаған сүт құйыңыз. Екеуін жақсылап араластырып, алған соң су ваннасында 10-15 минуттай булаңыз. Дайын болған қоспаға 2 ас қасық сұлы жармасын қосып, тағы да жақсылап араластырыңыз. Қоймалжың күйге енуі тиіс. Масканы бетіңізге жылы күйінде жағыңыз. 15 минуттан соң сірке суы араласқан сумен жуып тастаңыз. Жарты литр салқын суға жарты шай қасық сірке суын құйып дайындап алыңыз. Сепкіл мен пигментті дақтарға қарсы тұратын лосьон дайындау. Енді бізге асқабақтың дәні керек. Қабығынан тазартылған асқабақ дәнін ұнтақтаңыз. 1:1 қатынасында үстінен қайнаған су құйыңыз. 2 сағатқа бетін жауып тұндырып қойыңыз. Уақыт өткеннен кейін дәкемен суын төгіп тастап, 2:1 қатынасында сүт қосып араластырыңыз. Дайын болған қоспаны лосьон орнына қолдансаңыз да болады, немесе одан маска түрінде де пайдалануыңызға болады. Әр қолданған сайын бұл лосьонның ағартқыш қасиеті көрініс тауып, керемет нәтижеге қол жеткізесіз. Видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Келесі видеода кездескенше.